Сіздер білдіңіздер ма, лотерея билеті тек қазіргі заманға тән техника еместігін. Бұл техника алдардың кезегінен бері келе жатқан болатын. Бүгінгі тақырыпта соған байланысты. Оқиға былай басталады. Алдардың көршісі кеп, алдар, маған есегіңді бере тұршы дейді. Есек болса, барғысы келмей, басын шайқап қояды. Бірақ алдар болса көршісіне жаны ашып, есегін бере салады. Есегің өліп қалды. Сөйтсе көршісі алдардың есегін өлтіріп алыпты. Өлгені қалай? Мен ауылдан шықпай жатып, есегің тұяғын серпуге шамасы келмей, сезбей қалып. Міне. Сонда алдар өзінің есегінің өлгеніне қамықпай, есектің соңғы рет пайдасын көріп қалуды ойлады. 100 теңге бір есек дейді. Лотереялық билет сатып алыңдар да, алдар көшенің есегін. Сөйтсе алдар өлген есегіне лотерея ойнатпақшы болады. Бұл ақылға қайдан келді десеңіздер? Ұтқан билеттің нөмірі 555. Бұл ненің нөмірі ғой? Қозғалмайды ғой. Алдар деймін. Не дейді ойбай? Қой. Мына есегің өзі тұрсың ғой. Алдар соңында өзінің өлген есегін лотереяға ойнатып көп табыс табады.